мекемесі әртүрлі қалдықтарды қабылдау, сұрыптау, оны алдағы уақытта өңдеуге жібереді. Экодаму мекемесі жұмыс жасап келе жатқанына 3 жыл болды. Біздер қазір Ақтау қаласы бойынша бір базымыз және бір экопунктіміз бар. Бастамасында біздер айына 14 тонна, 13 тонна картон жинайтынбыз. Қазір бір аптада 20-30 тонна картон жинаймыз. Мысалы үшін 3 жылдың ішінде жеткен жетістіктеріміз сол деп айтуға болады. Осы студенттер мен оқушылардың арасында зеленая школа деген бағдарламаны енгізген болатынбыз. Және осы зеленая школа бағдарламасының арқасында 2022 жылы жазда біздер 400-дің үстінде оқушыны субботникке белсенді тартқан болатынбыз. Бізде қазір экодамудың артынан зеленый офис деген бағдарлама бар, яғни мекемелер өздеріне және де өзінің қызметкерлеріне мына қалдықтарды қалай сұрыптауға болады, қандай қалдықтар қайта өңделеді және қай жаққа апарып тапсыруға болатыны жағында презентация өткіземіз және де экобокстарды қоямыз және алдағы уақытта соларды обслуживание жасаймыз. Мақсатымыз осы культураны өзіміздің елімізге енгізу, сол осы культураны халыққа жеткізу.